Ассалаумалейкум оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тәтті пончиктер рецебімен бөлісемін. Пончиктер қойылтылған сүт, яғни сгущенка негізінде жасалады. Алдымен әдеттегідей бізге қажет заттарды айтып өтейін. Ол үшін бізге қойылтылған сүт, ұн, жұмыртқа және қопсытқыш қажет. Қажет заттардың мөлшері мен саны видео астында жазылған. Пончиктерімізді әзірлеуге кірісейік. Алдымен шұңғыл ыдысқа сгущенкамызды құямыз. Кейін жұмыртқаларды қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен сгущенка толықтай бірігіп, біркелкі болуы қажет. Ұнымызға қопсытқышты қосып, алдыңғы сұйық массамызға електен өткізіп саламыз. Алдымен шамамен 350 грамдай ұнды қосып араластырамыз. Кейін қалғанын қосып, қамырды толықтай илейміз. Кәдімгідей қолмен илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Бетін жауып, тоңазытқышқа 10 минутқа саламыз. Тыныққан қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті жекеше дөңгелектейміз. Белімізге ұн себелеп аздап, әр бөлікті шамамен 4-5 мм қалыңдықта жаямыз. Дайын жаймамызды сақина тәрізді пішінге кесіп шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 7 см, ал ортасына кондитерлік насадканы пайдаландым. Шетінен қалған ұндарды алып, біріктіріп, келесі жаймамызға қосамыз. Тура осы әдіспен екінші жаймамызды да кесіп аламыз. Барлық пончиктерді осылай дайындап аламыз. Орташа отта табамызға май құйып ысытамыз. Пончиктерді салып, екі жағын сарғайтып пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Май соңынан таман аздап көпіршіктенуі мүмкін. Ештеме етпейді, себебі тәтті пончиктер болғандықтан қант пен майдың реакциясы осындай болады. Артық болған майлары сіңу үшін дайын пончиктерді қағаз майлық төселген тарелкаға аламыз. Осымен пончиктеріміз дайын. Әдемілік үшін қант ұнтағын себеміз. Болмаса сол қалпында да ұсынсаңыздар болады. Ал ортасынан кесіп алынған дөңгелектерді сол қалпында қалдырып, қуырып алуға болады. Өте жақсы көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Дәмі де керемет. Балаларыңыздың сүйікті пончиктеріне айналады. Көп күш пен уақытты және ең бастысы аз ғана заттармен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.